таңертең мен жүгіруге барып келдім. Жаяулатып, жаяу шығып барып келдім. Күн деген жел, салқындау болды. Видеоға түсіріп едім, онымен дауыс шықпай қалыпты. Сосын түсіруге жалғастырған жоқпын, жел болғасын. Енді үйге келіп, аз-мұз үйдің шаруаларын жасап, обед дайындауға кірісіп жатырмын. Обед болғанда қонаққа кетіп қалды. Мамалар, папалар бәрі қонаққа кетті. Құрдастарымның үйінен күйеу аттандырарға. Мен өзіме тек диетический съемкадан жасап жатырмын. Мен зарядкеге, фитнеске барып жүргесін диетаға мен кішкене нетіп жүрген жоқпын. Андай майлы тамақтар жесем, өтімнен приступ ұстап тұрды. Сосын көп ондай майлы тамақтар жемеуге тырысып жүрмін. Сосын бір жағынан енді құттай жесең салмақ қосып жібересің. Салмақ қосқасын ауру пайда болады. Мен 25 кило лақтырдым. 5 айда. 25 килограмм лақтырып тастадым. Білмеймін, өзім үшін әйтеуір, мен үшін қуанарлықтай не, әйтеуір өзіме қуанамын сондай килограмм тастағаныма. Қайдан білейін енді. Толық болғанда бірталай аурудың несін пайда болады. Соған көзім жетті. 2 күннің бірінде басым ауырып жататын еді. Қазір ондай аурулардан айырылдым, ана аурулар кетті, бас ауруым, давлением бәрі. Қазір давлением 120-да 80 болып тұр. Ешқандай не жоқ. Давлениеден проблема жоқ. Сосын бізде бүгін кешке мана не бар? Той бар. Кешке қарай. Оғанда бару керек. Прическеге баруым керек сағат 1-лерге. Бірге жазылып қойдым. Сондай бүгінгі шаруалар, бүгінгі план тойға бару. Тойға аман-есен барып келсек, ертең Атырауға жол жүреміз. Атырауға барғымыз келіп тұр. Атырауда бір қыздарымыз апарып, кішкене 1-2 күн барып келеміз. Мынау кішкене мариновать етіп, жарты сағаттай тұрсын. Сосын барып духовкеге салып алам. Пока тұра тұрсын кішкене сіңіп. Біз жарты сағатымыз өтті. Сон мариновать еткен съемкамызды фольгаге саламын. Сосын 180 градус пешке 30-40 минут ұстауымыз, пісіріп аламыз. Өте дәмді болады. Мен картошка қосқан жоқпын. Картошка маған болмайды. Картошка жеуге болмайды. Тек перец, жуа, морковь, свекла қостым. Қазір піскесін қасына зеленде аямай қосамыз. Петрушканы особенно көп қосу керек. Петрушка адамның организміне шлак шығаруға, арықтатуға, бір тарелка салат жегенмен бірдей ғой. Петрушканы көп қосамыз зеленді. Сонымен обедке осылай жеп аламын. Обедке дейін 1,5 литр суымды ішемін. Өте пайдалы обедке дейін 1,5 литр су ішкен. Адамның денесіндегі бүткіл ісік, шлак, тұрып қалған засиранныйлардың бәрін шығарады. Обедке дейін жақсы су ішу керек, главный. Сосын обедтен кейін аз-аздан ішуге болады. Мен деген күніне сағат 5-ке дейін 3 литр суды таусып жүрмін ғой. 3 литрді 5-ке дейін таусам. Обедке дейін 1,5 литр, обедтен кейін 1,5 литр таусып жүрмін. Сосын кешке қарай тек қана жеңіл тамақ тоже. Ішсем, Гербалайфтың коктейлін ішем, ішпесем, вообще ештеңе ішпеймін. 7-тен кейін вообще тамақ ішпеймін. Кешке үйдегілерге ужин беріп болғасын, далаға серуенге шығып келеміз. 2 қызымды алып жүріп келеміз. Сонымен жеңілдеп, жақсы демалыс болады. Кешке жақсы демалып ұйықтаймыз сонымен. Бізге лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, күтеміз. Так, мынаның температурасын 180-ге қоямыз. 180-ге қоямыз.
Аны асты үстін пісіретінге қойдым. Кішкене қызды, қызып жатыр. Салып қоя берейін. Салып қойдым. Күтеміз. Асықпай 40 минут піссін. 40 минут уақытымыз өтті. Балығымыз пісті. Сөндіреміз. Бісміллә деп алып қараймыз. Бісміллә. Исіне керемет. Аппетитно. Күшті болып тұр. Сочный болып тұр. Қазір бұйырса, зейдін қосып жіберіп, обедімізді жейміз. Асымыз дәмді болсын. Достар, каналымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Күтеміз.